Қайырлы күн қадірменді трейдерлер. Бүгін мамырдың 20-сы 2026 жылдың және сәрсенбі күні күнделікті шолумен, күнделікті брифингпен біз сіздерге қайта оралдық. Market Central Asia YouTube арнасына қош келдіңіздер. Менің есімім Алишер Утамбаев және бүгін нарықта болып жатқан жағдайларды тағы да бір рет шолып өтетін боламыз. Біріншіден енді экономикалық күнтізбеге сөз салып өтейік. Енді кішігірім көз жүгініп, қазір болып жатқан жағдайларды мінекей алдарыңызда көрсеңіздер болады. Өте көп қызықты оқиғалар қазір орын алуда және әдеттегідей қазір валюталық жұптарды және онымен қатар ішкі саясат, халықаралық саясат жағдайларын сіздер үшін осы брифинг барысында жеткізіп тырысып көреміз достар. Және әрмен қарай енді біздің негізгі тақырыптарға көшейік. Біз енді бүгін негізгі жағдайды жан-жақты талдайтын боламыз. Қазір айта кетейік, инвесторлардың басты назары ақш долларында, FED-ның пайыздық мөлшерлемелеріне қатысты күтулерде, мұнай динамикасында, сондай-ақ негізгі валюта жұптары мен алтын бағасында ауып отыр. Нарық жоғары құбылмалық кезеңіне кіріп келді және алдағы бірнеше күн, бірнеше аптаға арналған негізгі бағытты анықтауы мүмкін. Алдымен әдеттегідей доллар индексінен бастайық. ақш доллары әлемнің көптеген валюталарына қарсы өз позицияларын сенімді түрде сақтап отыр. Доллар индексі соңғы апталардың жергілікті максимумына жақын саудалануда. Мұның басты себебі әрине де инвесторлар федералдық резервдік жүйе пайыздық мөлшерлемелерді төмендетуге асықпайды деген қорытындыға келіп жатқанының кесірінде. Нарық қатысушылары ақштағы инфляция әлі де тұрақты деңгейде қалып отырғанын көруде. Еңбек нарығы, тұтынушылық шығындар және қызмет көрсету секторы бойынша соңғы деректер америкалық экономиканың айтарлықтай баяуламағанын көрсетіп отыр. Бұл FED жоғары мөлшерлемелерді ұзақ уақыт ұстап тұруы мүмкін дегенді білдіреді. Бүгін инвесторлардың ерекше назары FOMC хаттамаларының жариялауына аударылды. Трейдерлер FED мүшелерінің инфляцияға қаншалықты алаңдайтынын және жыл соңына дейін қатаң риториканы сақтауға дайын екенін анықтауға тырысады. Егер хаттамалар нарық күткеннен де қатаң болып шықса, доллар индексі өсуін жалғастыруы мүмкін. Сондықтан енді біз дәл осы орайда әрмен қарай өз ой пікірімізді айта кететін болсақ, әзірге біз көріп отқандай соңғы күндер барысында доллар индексі енді айтарлықтай тұрақты түрде өсіп келе жатқанын көрдік. Сондықтан енді дәл осы өскені жалғасады деген сөз. Қазір бір секунд, мінекей осындай мінекей жағдайды біз күтеміз деген ой пікірлер бізде бар. Енді әрмен қарай еуро және доллар валюта жұбына көшейік. Еуро доллар алдында қысым астында қалып отыр. Негізгі себеп бұл әрине де Еуропалық орталық банк пен ақш FED арасындағы монетарлық саясатқа қатысты күтулердің айырмашылығы. Еуропа экономикасы, әсіресе Германияның өнеркәсіптік секторы әлсіз өсім көрсетуде. Инвесторлар жоғары пайыздық мөлшерлемелер ұзақ сақталса, еуро аймақ стагнация кезеңіне тап болуы мүмкін деп алаңдайды. Сонымен қатар еуро одақ ішіндегі саяси белгісіздік те еуроға қысым келтіруде. Нарық еуро аймақтың кейбір елдеріндегі бюджеттік мәселелер мен іскерлік белсендіктердің баяулауын мұқият бақылауда. Техникалық тұрғыда еуро және доллар жұбы әлсіз көрінеді. Сатып алушылар негізгі қарсылық деңгейлері жоғары бекіне алмай отыр, ал еуроның кез келген қысқа мерзімді күшеюі және жаңа сатылымдарға себеп болып жатыр. Егер FOMC хаттамаларынан кейін доллар күшейсе, жұп жаңа жергілікті минимумды сынауы мүмкін. Дегенмен еуро инфляциялық деректерге өте сезімтал екенін ескеру қажет. Егер еуро аймақта инфляция күтпеген жерден өссе, бұл еуроны уақытша қолдап Еуропалық орталық банк мөлшерлемелері бойынша нарық күтулерін өзгертуі мүмкін. Бірақ әзірге айтарлықтай енді тұрақты жағдай сақталып жатыр және еуро жалпы долларға қатысты өте бір төмен көрсеткіштерді көрсетіп жатыр. Біз жаңа айтып өткендей және осы динамика сақталып та қалуы әбден ықтимал. Әрмен қарай енді Ұлыбританиялық фунт және доллар жұбы туралы да кішігірім әңгіме қозғайық достар. Британдық фунт қысым астында, бірақ мұндағы жағдай еуроға қарағанда қызығырақ. Себебі Ұлыбританиядағы инфляция дамыған елдер арасындағы ең жоғары деңгейлердің жалпы бірінде қалып отырғанын айта кету қажет. Сондықтан Англия банкі әзірге жұмсақ саясатқа көшуге мүлдем дайын емес екенін айта кету қажет. Бүгінгі Ұлыбритания инфляциясы бойынша деректер күннің басты драйверлерінің
жағдайлардың біріне айналуы мүмкін. Егер көрсеткіштер болжамнан жоғары болса, фунт қысқа мерзімді қолдау алуы ықтимал. Бірақ мұнда маңызды бір мәселе бар. Оны айта кететін болсақ, жоғары инфляция ел экономикасын баяулау қаупында күшейтеді. Қазіргі таңда нарық екі сценарий арасында қалып отыр. Бір жағынан жоғары инфляция мөлшерлемелерді ұзақ уақыт бойы жоғары сақтауға себеп болды. Екінші жағынан қымбат несиелер мен тұтынушылық белсенділіктің төмендеуі экономикаға қысым түсіріп жатыр. Ал жалпы британдық фунт пен Америка Құрама Штаттары доллары жұбының техникалық көрінісі аралас күйде қалып отыр. Жұп құбылмалы саудалануда, бірақ әзірге артықшылық доллар жағында екенін айта кету қажет. Фунттың сенімді өсу үшін де доллар әлсіреуі керек, не Ұлыбритания экономикасын өте күшті деректер шығуы қажет екенін айта кетейік. Сондықтан дәл қазір енді фунттың өзінің жалпы жұбына қарай өсуі екі талай. Әрмен қарай енді осы фунттың әлсіздігі сақталады деген ой пікірдеміз. Достар, біз сіздермен бірге жалпы осындай ой пікірге келсек болады. Енді соңғы айлардағы ең қызықты, менің ойымша, валюталық жұптардың бірі Америка Құрама Штаттары доллары және Жапон иенасы туралы сөйлесейік. Жапон иенасы доллар алдында әлсіз болып қалуда, тіпті Жапония банкі өте жұмсақ ақша несие саясатын біртіндеп бас тарта бастағанына қарамастан. Мұндағы негізгі мәселе ақш пен Жапония арасындағы пайыздық мөлшерлемелердің айырмашылығы өте үлкен болып жатқаны. ФРЖ мөлшерлемелері өте жоғары деңгейде ұстап тұрған кезде инвесторлар иенаны қаржыландыру валютасы ретінде пайдалану жалғастыруда. Яғни трейдерлер арзан иенаны қарызға алып, жоғары табысты долларлық активтерге инвестиция жасауда. Бұл Жапон валютасына тұрақты қысым түсіреді. Сонымен қатар нарық Жапония билігінің жаңа валюталық интервенцияларын жүргізу мүмкін екенін жиі талқылауда. Мұны да кешегі брифинг барысында біз сіздермен айтып өтіп едік. Және Жапония қаржы министрлігі иенаның тым қатты әлсіреуіне жол бермеуге дайын екенін бірнеше рет айтты. Бұл да біз алдын ала талқылаған тақырыптардың бірі енді. Сондықтан доллар және Жапониялық иена жұбы Жапон шенеуніктерінің кез келген мәлімдемесіне өте сезімтал болып отыр. Интервенция туралы аз ғана шараның өзі нарықта күрт қозғалыстар тудыруы мүмкін. Осындай мінекей әзірге жағдай болып жатыр, бірақ жалпы есебімен біз айтып өткендей жапониялық иена әзірге долларға қатысты сәл сенімсіз жағдайларды сақтауда. Сондықтан тұрақты түрде әрмен қарай осы жұпта өзгерістер болады дегенге сену қиындау. Себебі біз жаңа айтып өткендей Жапония билігі дәл қазір енді сол қиыншылықтар пайда болса интервенцияларды жасауға дайын екенін айта кетуде. Ал жаһандық трендтерге келсек, әзірге доллар иенадан күштірек көрінеді, әсіресе ФРЖ-ның қатаң саясаты аясында. Әрмен қарай Америка Құрама Штаттары доллары және оның жұбы канадалық долларға көшетін болсақ, мінекей бұл жерде жағдай әзірге түсініксіздеу. Канадалық доллар қазір бірден екі фактордың ықпалында: ақш долларының динамикасы және мұнай бағасы. Канада мұнай экспорттаушыларының ең ірі елдерінің бірі болғандықтан канадалық доллар бағамы мұнай нарығымен тығыз байланыста. Бүгінге мұнай бағасы өте құбылмалы болып жатыр. Бір жағынан енді айта кететін болсақ, таяу шығыстағы геосаяси тәуекелдер мен жеткізілімдерге қатысты алаңдаушылық нарықты қолдайды. Екінші жағынан инвесторлар жоғары пайыздық мөлшерлемелердің жаһандық экономиканы баяулатуы мүмкін екенін түсініп отыр. Егер мұнай бағасы өсуін жалғастырса, бұл канадалық долларды қолдап, америкалық доллар және канадалық доллар өсуін шектеуі мүмкін. Бірақ егер FOMC хаттамаларынан кейін доллар күшейсе, америкалық валюта қайтадан басымдылыққа ие болады. Сонымен қатар инвесторлар Канада банкінің әрекеттерін мұқият бағалауда. Егер ел экономикасы күткеннен тезірек баяуласа, нарық екінші жарты жылдықта, нақтырақ айтатын болсақ, канадалық реттеушінің жұмсақ саясатына көшу ықтималдылығын бағалай бастайды. Бірақ әзірге жағдай сәл сенімсіздеу болып жатыр. Сондықтан енді долларға қатысты канадалық долларға күшеюі әзірге екі талай деген ойдамыз. Әрмен қарай біз талқылайтын тақырып ол әрине де WTI маркасындағы мұнай.
Енді бұл туралы да толығырақ сөйлесейік. Қазіргі уақытта мұнай нарығы өте қызықты кезеңде. Бір жағынан таяу шығыстағы геосаяси тәуекелдер бағаны қолдап жатыр. Мұнай жеткізіліміне төнетін кез келген қауіп жалпы осы котировкалардың өсуіне себеп болады. Екінші жағынан нарық жаһандық сұраныс перспективасына көбірек алаңдай бастады. ақш пен Еуропадағы жоғары мөлшерлемелер әлемдік экономиканы белсенділікке қысым түсіруде. Экономикалық белсенділікке қысым түсіруде. Нақтырақ айта кететін болсақ, бұл жанармай тұтынуы мен өнеркәсіптік сұраныстың төмендеуіне алып келуі мүмкін. Бүгін мұнай нарығы үшін ақш-тағы EIA мұнай қорлары бойынша деректер негізгі оқиға болды. Егер қорлар күтпеген жерден азайса, нарық мұны күшті сұраныстың белгісі ретінде қабылдап, WTI бағасы қосымша өсуі әбден мүмкін. Сондықтан дәл осы мағлұматтарды күтетін боламыз, достар. Бірақ тағы бір маңызды фактор бар. Ол ОПЕК плюс альянс ішіндегі белгісіздік. Кейбір келісімдердің қайта қаралуы туралы жаңалықтардан кейін инвесторлар әлемдік нарықта мұнай ұсынысы артуы мүмкін деп қауіптене бастады. Бұл мұнай бағасының өсу әлеуетін шектейді. Сондықтан әзірге енді WTI туралы айтатын болсақ, төмен динамиканы көрсетуі әбден ықтимал. Мінекей біз дәл қазір көріп отырғандай төмен динамика дәл осы көрсеткіштер бойынша сақталып жатыр. Келесі біз талқылайтын тақырып ол әрине де алтынның бағасы, онымен қатар әрине де доллар мен оның жалпы көрсеткіштері. Ол алтын бағасы күшті доллар мен ақш облигацияларының кірістілігінің жоғары болу аясында қысым астында қалып отыр. Бұл бағалы металдар нарығы үшін классикалық жалпы жағдай деп айтуға да келеді. Мөлшерлемелер өсіп, доллар күшейген кезде алтын инвесторлар үшін тартымдылығын азайтады, себебі ол пайыздық табыс алып келмейді. Дегенмен алтында толықтай есептен шығаруға мүлдем болмайды. Геосаяси шиеленіс, әлемдік экономиканың жоғары қарыз жүктемесі және жаһандық өсімнің баяулауына қатысты алаңдаушылық қорғаныс активтеріне деген сұранысты сақтап отыр. Сонымен қатар көптеген елдердің орталық банктері алтын резервтерінің белсенді түрде арттыруда. Бұл алтын нарығына ұзақ мерзімде қолдау көрсетеді. Бірақ біз енді әдетте қысқа мерзімдегі болып жатқан жағдайларды талқылаймыз. Техникалық тұрғынан алтын қазір консолидация фазасында жүріп жатыр деп айтуға да келеді. Нарық ФРЖ-дан жаңа сигналдар күтіп жатыр. Егер америкалық реттеуші мөлшерлемелерді ұзақ уақыт жоғары деңгейде қалады деп шара жасаса, алтын қайтадан қысымға түсуі мүмкін. Ал ФРЖ риторикасын жұмсартуы сатып алушылардың қызығушылығын тез қайтара алады. Жалпы қорытындайтын болсақ, әлемдік нарықтар қазір өте сезімтал кезеңде. Негізгі тақырып ақш-тағы пайыздық мөлшерлемелермен және федералдық резервтік жүйенің алдағы саясаты. Күнделікті брифингтерде біз ол тақырыпты жиі қозғаймыз. Дәл осы фактор доллардың, алтынның, мұнайдың және негізгі валюта жұптарының қозғалысын анықтайтын болмақ. Бірақ жалпы есебімен енді дәл осы жағдай туралы айта кететін болсақ, қысқа жалпы перспективада, қысқа мерзімде доллар және алтын жұбы төмен динамиканы көрсетеді деген ойдамыз. Қазіргі уақытта доллар артықшылықты сақтап отыр. Мұнай геосаясат пен сұранысқа қатысты күтулер аясында құбылмалы күйде. Ал алтын жоғары мөлшерлемелер қысымы мен қорғаныс активтеріне деген сұраныс арасында тепе-теңдік іздеуде. Сондықтан алдағы бірнеше нарық үшін орта мерзімді трендті қалыптастыруға шешуші рөл атқаруы мүмкін. Осымен біздің кішігірім шолу аяқталды, достар. Назарларыңызға үлкен рахмет. Міндетті түрде біздің әлеуметтік желілерімізге, яғни YouTube, Instagram, Telegram арналарымызға жазылып кетіңіздер. Себебі Форекске қатысты маңызды ақпаратты сол жақта таба аласыздар. Және міндетті түрде біздің YouTube арнамызда хабарламаларды қосып қоюды ұмытпаңыздар. Дәл осы брифингті сіздер үшін жүргізген мен Алишер Утамбаев. Амаркет Централ Asia YouTube арнасында келесі кездескенше сау болыңыздар.